Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін қысқаша көбейту формулаларына тоқтала кетейік. 7 сыныпта алгебрада ең бірінші кездесетін формулалардың бірі екі өрнектің квадраттары айырымының формуласы. Яғни а квадрат минус б квадрат тең болады а минус б көбейтілген а плюс б. Бұған түсінікті болу үшін есеп берілді дейік. Көбейткіштерге жіктеңдер деп а квадрат минус 49 деген есеп берілді. Бұл жерде аның квадратынан 49, яғни 7-нің квадраты азайтылып тұр. Бұл мына формулаға сай келеді екен. Сол үшін мен былай істеймін. Бірінші өрнектің түбірін а деп, ал екінші санның 49-дың түбірін 7 деп алып, екеуі а, сосын мына 49-дың түбірастысы 7 болады. Есебіраз қоям да, арасына минус қоям формуладағыдай. Екеуін жақшаға аламын да, келесі а плюс б-ның орнына а плюс 7 деп жазып қоямыз. Енді кейде керісінше, мысалы, осы көбейту формуласының оң жағы беріледі де, сол жағына келтір деген сияқты қылдырып, есеп беріледі. Мынандай есеп тұрып. Жақша ішінде 3 минус с, жақша жабылады, көбейтілген 3 плюс с деп есеп тұр делік. Бұл жерде көбейтуді орындауға болады. Немесе оңай жолы формулаға сәйкес болса қысқаша шығара саламыз. Сол сияқты бұны ең бірінші оңай жолынан бастайық. Бірдей бірінші сан мен екінші санның қосындысы мен айырмасы берілсін. Бұл мына а минус б мен а плюс б-ға тура келіп тұр, иә? Екі бірдей сан. Бірақ та біреуі плюс, біреуі минус екен. Екеуінің орындары ауысып тұрса, мысалы а плюс б а минус б деп, немесе а минус б а плюс б деп тұрса, ештеңе етпейді. Есеп ары қарай шығарыла береді. Енді формула бойынша бірінші санның квадратын жазамын. Бұл 3-тің квадраты. Сонда 3-тің квадратын жазатын болсақ, қазір міне 3 дейік, 3-тің квадраты, сосын ары қарай минус қою керек екен формула бойынша, және де екінші санның квадраты с-ның квадраты дейміз. Енді бұны толықтай шешейік. 3-тің квадраты 9 болады, азайту деймін, с-ның квадраты өзі қала береді. Кішкене ұзақтау түрі, және де түсінікті болатындай түрі, ол көбейтуді толығымен орындау. Бұған да жаңа мысал келтірейік. X минус y және де көбейтілген x қосу y деп есеп алайық. Енді бұл жерде не істейміз? Бірінші санды немесе әріпті екінші жақшадағы әрбір мүшеге, яғни мына жерде тұрған бірінші және екінші берілген санға өрнекке көбейтеміз. Таңбаларын сәйкесінше қоямыз. Сонда мына x-ті x-қа көбейтсек, x көбейту x болады, ал екінші санға көбейтетін болсақ, яғни минус y плюс y-ке минус y-ке кешіріңіздер. Онда минус xy деп жазып қоям. Енді екінші сан мына y әріпті қарайтын болсақ, y-ті мына бірінші x-қа көбейтемін. Сонда орындарын ауыстырып жазылайық, плюс xy болады. Содан кейін келесі санды көбейтемін, плюс y пен минус y екен, минус y квадрат деп жазып қоямын. Енді барлығын толықтай қалай жазылатынын көрейік. X пен x-ті көбейтсем, x квадрат болады. X квадрат минус xy плюс xy, және де 2y-ті көбейтсек, y квадрат шығады. Енді мына жерде екі бірдей сан тұр, xy деген немесе әріп өрнек. Екеуі де бірақ қарама-қарсы таңбамен тұр, сол үшін жойып жүремін де, қалатын нәрсе тек қана x квадрат минус y квадрат. Осылайша біз қысқаша көбейту формуласын бірнеше түрмен дәлелдеп көрсеттік. Ең соңғысы дәлелдеу болды. Жауабы тура қалай формулада тұр, солай шығады екен. Сондықтан да бұл формулаларды қысқаша көбейту формуласы деп атайды. Өйстіп көбейтіп отырмай, тез формулаға қойып, жауабын таба салу үшін.